Айгүл мен Тауыржан керемет уақыт өткізіп, ел аралап қыдырып жүр. Сіздерге Айгүл мен Тауыржанның жұбы ұнай ма, әлде Заринамен бірге қатты жараса ма? Қай жұп сіздерге ұнайды? Бақыт тілеп, өз ойларыңызды комментарияда жаза кетіңіздер. Келдік. Катардамыз. Қалайсыздар? Жақсы ұйықтадыңыздар ма? Возможно, болса ұйықтап үлгеріп. Мыналардың аэропорттар дәу екен. Біз әр жерге отырып алдық. Айгүл екеуміз, өйткені жатып барайық дегенбіз. Қазір мен. Айгүл, айтшы, біз қай жаққа ұшып баратырық? Катар дедіңіз? Катарға кетіп баратырық. Дохаға. Жатып бару үшін әр жерге отырып алдық. Ұзыннан. Сақында адам бар ғой, мен бұлай жатам ғой нәрсе. Үшім. Дальше кетіп баратырық бұл көрі. Шықтық, ал бағанағы жерде біз парашютті секірген болатынбыз. Енді ол Дубайда болған болатын. Парашютті секіріп, енді ол менде видео бар нақты, бірақтан оны біраздан кейін рилсқа салатын боламын. Прям парашют секіріп атқан кезіндегі түсірген. Енді ол эмоция оннан бір шексіз деп айта аламын. Ол жердегі адреналин бөлек болды. Мүлдем мен парашюттің бірінші тем более Дубайдан секіру деген. Мен қатты қорықтым, бірақ Тауыржанда ешқандай страх жоқ, шыны керек. Ал мен болсам қатты қорқып, прям секіруге келген кезде мен уже аяғымды артқа тарттым, бірақ енді инструктор мырза итеріп жібереді екен, уже все уже деген сияқты ше, еркелеу көтермейміз деген сияқты. Сол енді қазір Катардың үстіндеміз. Тауыржан мен Айгүл соңына дейін бара ала ма? Жоқ әлде Зарина сияқты қала аралап, шетел аралап, уақыт өткізіп, соңында біз бір-бірімізге тура келмедік, сәйкес келмедік деп айырылысып кетер ме екен? Жоқ әлде хайп үшін, подписчик жинау үшін, уақыт өткізу үшін, көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін екеуі де бір-біріне уақыт өткізіп жүр ма? Шынайы махаббаттары қатты біліне бермейді сыртқы көзге. Менің ойым тек қана подписчик жинау хайп үшін келген сияқты көрінеді. Сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарийда жаза кетіңіздер.